Астана фильм академиясы, тәуелсіз киношылар мен шығармашыл жастар орталығы. Орталық 2015 жылы құрылды. Қазіргі таңда қазақ мәдениетіне сүбелі үлес қосып отырған елордамыздағы бірден бір тәуелсіз ұйым. Мұнда сценарий жазудан бастап, кастинг, түсірілім тобын жасақтау, түсірілім алаңдарын ұйымдастыру, монтаждау, дайын өнімді көрермен назарына ұсыну жұмыстары атқарылады. Орталықтың құрамындағы білікті мамандар, актерлік шеберлік, сахна қозғалысы, сахна тілі, камерамен жұмыс, сценарий жазу, монтаж жасау өнеріне баулиды. Астана фильм академиясы түрлі әлеуметтік роликтер, деректі фильмдер, көркем фильмдер өндіріп, спектакльдер мен сахналанған қойылымдар дайындайды. Орталықтың жетекшісі режиссер, сценарист Жандос Құсайынов фильмографиясындағы Әли фильмі Қазақстан ұлттық арнасының тапсырысы бойынша түсірілсе, Өмір сақшылары Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің тапсырысымен өндірілді. Сондай-ақ Шатқал Сергелдең, Шабдалы республикалық асыл арна телеарнасымен әріптестік қарым-қатынастың негізінде миллиондаған көрерменін тапты. Қыркүйек айында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен ұйымдастырылған позитив қысқаметражды фильмдер фестивалі үшін құтты қонақ фильмін әзірледі. Қазақ фильм киностудиясымен бірлесіп түсірілген Тамыз көркем фильмі биылғы жылы орталық өндірген 2 толықметражды фильмнің бірі. Жасөспірімнің өмірін арқау еткен Тамыз драмасы түрлі халықаралық кинофестивальдарда бағын сынауға дайын. Сонымен қатар, тұсаукесері келесі жылдың көктеміне жоспарланып отырған Менің болашағым мелодрамасы постпродакшн кезеңінде монтаждау, әрлеу, дыбыс жазу жұмыстарынан кейін үлкен прокат арқылы көрерменмен қауышады деп жоспарланып отыр. Астана фильм академиясы қысқаметражды фильмдер мен әлеуметтік роликтер форматына да ден қойып отыр. Таңдау, есеп, кім кінәлі аталған фильмдер YouTube-тегі қазақ сегментінің арасында кең таралып үлгерді. Жасөспірімдер арасындағы суицидке қарсы түрлі видеороликтер түсіріп, оны аймақтағы мектептерді көрсету, талқылау, осы роликтердің желісінде түрлі рефераттар мен ғылыми жұмыстар жасау секілді бастамаларды іске асырды. Қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін үздік видеолар өндіріс арқылы жастар санасында мемлекетшілдік пен отансүйгіштік қасиеттерді дамыта түсуді көздейді. Астана фильм академиясының жанынан құрылған ғасыр жастар театры тәрбиелік мәні бар бірқатар пьесалар сахналап келеді. Орталықтың көркемдік жетекшісі Берікхан Төкеновтың режиссерлігімен сахналанған Ойран, Әлихан, Міржақып, Әке тағдыры қойылымдары еліміздегі түрлі байқаулардан бас жүлде алып, театрға құштар мыңдаған көрерменнің көзайымына айналды. Мұнда актерлік өнерге, оның ішінде камерамен жұмыс жасау, дауыс интонациясын қою, камера алдындағы қозғалыс секілді киноактер білуі тиіс бірқатар құпияларды таза практикалық тұрғыда меңгеріп шығады. Осы күнге дейін 700-ден астам шәкірт тәрбиеледі. Дені елімізде түсіріліп жатқан киносериалдарда белсене араласып, кейбірі Астана фильм академиясынан алған актерлік өнердің әліпбиін шыңдай түсу үшін еліміздегі және шетелдегі өнер ордаларында білімін жалғастырып жатыр. Шығармашыл жастар сценарий жазу, фильммейкинг курстарына да еркін араласа алады. Кез келген қиялы ұшқыр, қаламы қарымды жанға киносериал әлемде көпшілік біле бермейтін құпиялармен қаруланып, біліктілігін арттыруға мүмкіндік мол. Астана фильм академиясы 3000 анкетадан тұратын актерлік кастинг базасымен мақтан алады. Басқа да әріптес продакшн студиялардың сұранысына сай, түрлі түсірілімдер мен массалық қойылымдарды әрқилы типаждағы актерлермен қамтамасыз етіп келеді. Кино әлемінде айтарлықтай орны бар мамандармен тікелей тілдесу, түрлі мастер-класстар арқылы тәжірибе алмасу, мотивация алу сынды маңызды іс-шараларды атқарып отыр. Осы жылдың қыркүйек айының 13-ші жұлдызында Астана фильм академиясының ұсынысымен кино туралы заңның көшпелі отырысы болды. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің бірқатар депутаттары, сондай-ақ мәдениет және спорт министрлігінің өкілдері қатысқан бұл жиында ұлттық кино, оған қатысты критерийлер, отандық өнімді прокаттаудағы бірқатар түйткілді мәселелер сөз болып, кеңінен талқыланды. Еліміздің кино өндірісіндегі оң өзгерістерге сеп болады деп күтіліп отырған кино туралы заңға Астана фильм академиясының мамандары бірқатар ұсыныстар берді. Астана фильм академиясы шағын бюджетті, сапалы отандық фильмдер жасау жүйесін жолға қойды. Алдағы жоспар бойынша орталық жыл сайын 2 толықметражды, 5 қысқаметражды және 2 сахналанған қойылымды көрермен назарына ұсынуды мақсат етеді. Мемлекет мақтанышы бұл Астана фильм академиясы тағайындайтын жыл сайынғы дәстүрлі сыйлық. Мақсаты қазақтың өнер мәдениетіне, оның ішінде кино, сериал, театр, әдебиет, журналистика саласында тер төгіп жүрген жандардың еңбегін елеп, ары қарайғы шығармашылығына мотивация беру үшін ұйымдастырылған тәуелсіз марапат. Ендеше, алдағы жылдарда да жалғасын табуды мұрат санайтын осы кештің құрметті қонақтарына, тәуелсіз киношылар мен шығармашыл жастар атынан жалынды сәлем дейміз.
Астана фильм академиясы өнер әлеміне бірге самғайық.